Баршаңызға сәлем. Бүгін жүзімнен тосап дайындаймыз. Ол үшін бізге жүзім, қант және су қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға су құямыз. Содан кейін қантымызды қосып сироп қайнатамыз. Мен жүзімнің әрбір килограммына 600 граммнан қант қостым. Сироп қайнағаннан кейін жүзімді қосып жақсылап араластырамыз. Қайнаған кезде отты азайтып, көбігін алып 5 минуттай қайнатамыз. Бес минут қайнағаннан кейін отты өшіріп, толығымен суытамыз. Менде шамамен 5 сағат суыды. Тағы да 5 минут қайнатамыз, 4-5 сағат суытамыз. Дәл осылай 4-5 рет жасаймыз. Міне, жүзімнен жасалған тосап осымен дайын болды. Міндетті түрде осы әдіспен жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болып шығады. Видео пайдалы болса, каналға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.